WhatsApp ағайындар, бүгін бізде Insta 360X5-ші. Мынау бір BMW X5 деген сияқты естіледі деген негіз бар ғой. Bayerische Motorenwerke, Learnitz. Бұл 360 форматта түсіретін кәсіби құрал. Кәсіптерге ашып көрсете салайын. Көрсетпей тұрып, бір нәрсе айтып кете салайын. Біз бұны ашып қойғанбыз, біраз пайдаланып тастағанбыз. Соны ескерте кетейік деп шештік. Міне Insta Action камераның өзі осы. Алтын емес. Action камераны салып қоятын қорабы, кейсі десеңіздер болады. Және әрине зарядтау кабелі, қарапайым Type-C. Айта кететін жайт, сіздер жаңадан алған кезде оның ішінде 2 линзасы және аккумулятор болады. Біз уже енді қорапта жоқ, өйткені біз камераға салып тастағанбыз. Бірақ ішінде артық линзасы, аккумулятор болмайды. Оны сіздер бөлек өздеріңіз сатып алуларыңыз қажет. Енді қандай қосымша заттар сатып алуға болады десеңіздер, мінекей сіздерге көрсетіп кетейік. Бұл қазір ашып көрсетейін. Action камераның линзасына арналған протекциялық кейс деп атасақ болатын шығар. Оны мынау линзасына кигізіп қойсаңыздар болады, чтобы енді Action камерамен неше түрлі жерлерде түсіргеннен кейін линзасына зақым келмес үшін осылай киіледі. Бұдан бөлек Instaның өзінің компаниясының жеке таяқшасы бар. Thank you, my brother. Міне, қарапайым 1/4 разъем. Просто аласыздар, просто бұрайсыздар и пайдалана бересіздер. Міне. Бұны камераға жетіп тұрмын. Және тағы мынандай комплекті бар. Бұл вело жүргізушілер мен мото жүргізушілерге арналған. Бұның ішінде арнайы қатырғышы мен жилеті жүреді. Бір айта кететін жайт, мен айтып кеткен мынау таяқшасы, протекциялық кейсі және мына комплектілер, бұның барлығын бөлек сатып алу керек. Ал бұл жай ғана қарапайым стандарт версиясы. Және басқа да набор комплектілерін біз мына жерге экранға көрсетіп кетеміз. Бір плюсы, линзасы сынған жағдайда оны ауыстыра бересіздер. Бірақ уайымдамаңыздар, линзасы онша-мұншаға сына бермейді. Енді біз бұның линзаларын және аккумуляторын салып қойдық. Енді қалай салам десеңіздер, оның еш қиындығы жоқ. Қарапайым қолдарыңызды қолғап киіп, аккуратно линзасына ұстап сала бересіздер. Және айта кететін жайт, жаңағы айтып кеттім ғой, разъем 1/4. Және аккумуляторын алсаңыздар, соның орнында микро SD салатын орны бар. Енді Action камераны өзіне келетін болсақ, жинақы өте сапалы жасалған. Мен мұны бірінші ашқан кезде өзіме өте ерекше көрінді. Себебі мен өмірімде бірінші рет Action камераны қолданып көрінгеннен кейін шығар. Енді жалпы сипаттамасы мен мүмкіндіктерін айтып кете салайық. 8К 360 градус түсірілім, 7680-ге 3840 пиксель. Бұл обычный камерадағы 8К емес, бұл именно 360-ға арналған 8К. 5.7К плюс 5760-ға 2880 форматы, бұл стандарттың жаңартылған версиясы. Жаңа кодек качество мен размері баланста. 5.7К 5760-ға 2880, бұл классикалық 360 түсірілім және 60 кадр түсіруге болады. 4К 3840-ға 1920 рұқсатымен HDR 60 кадр секундына, керемет динамика 120 кадрға дейін түсіре бересіздер. Flow State стабилизация бейнеттерілсіз, рефрейм түсіргеннен кейін кез келген бұрышты таңдай аласыздар.
жел шу дауысын басу, яғни таза дыбыс, тасымалдауға ыңғайлы корпус, батареясы 2290 мАч сағатына шамамен 70-90 минут жұмыс жасайды. Және бұл инстаның видеоларын YouTube'ға 360 форматта сала бересіздер. Білмейтіндер болса айтып кете салайын, YouTube'да 360 форматта видео көру мүмкінділігі бар. Осы инстамен түсірілген 8, 6 немесе 5-7К видеоларды өңдегілеріңіз келсе, Windows'та өзінің Insta Studio деген қолданбасы бар. Сол қолданбаны өздеріңізге жүктеп, видеоларды сол қолданбаға лақтырып, сол жерден өздеріңіздің жан қалауларыңызбен қалағанша өңдей бересіздер. Және телефонда Insta 360 деген өзінің қолданбасы бар. Ол Bluetooth немесе Wi-Fi арқылы қосыласыздар да, сол арқылы дистанционно камераны бақылап жұмыс істей бересіздер. Соның ішінде 360 градусқа бұрып отырсаңыздар болады. Ішінде әртүрлі режимдер бар. Сосын бір байқағаным, экшн камерамен видео түсірген кезде, әсіресе 8К, 5.7+ деген форматтарда видео түсірген кезде температура әжептәуір қызады екен. Бұнда бір кішігірім бір минус деп айтсақ болатын шығар. Қысқаша айтқан кезде Insta 360X5 саяхатшылар, влогерлер немесе креатив контент жасаушылар үшін мінсіз таңдау. Кез келген ракурста 360 градус бойынша түсіре бересіздер. Ал енді біздің бұл шолуымыз сіздерге пайдалы болса, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Және міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта бұдан да қызық болады. Они говорят, что? Где